Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ұлы халық, өнерлі халық демекші, біздің қазақ халқымыз тамаша өнер түрлеріне өте бай. Сондай жарқын өнердің бірі күй тартыс. Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз осы күй тартысқа арналады. Күй тартыс, күйшілердің күй жарысы. Қазақ халқының дәстүрлі мереке, тойларында ақындар сөзбен сайысқан, ал күйшілер күймен тартысқан. Ақындардың сөз сайысын айтыс, күйшілердің күй жарысын күй тартыс деп атайды. Күйшілер күй тартысқа қатысу үшін бірнеше күйді жадында сақтап, шебер орындау керек болған. Күй тартысына 2 немесе одан да көп күйші қатыса алады. Балалар, осы жарқын өнерді бейнежазбадағы күйшілердің күй тартысынан тамашалайық. Домбырасыз ән қайда? Домбырасыз ән қайда демекші, Алатау ауданының тұрғындары домбыра пати ұйымдастырса, ал біздің студиямызға келген серпер домбырашылар ансамблі тамаша күй тартыс тарту етті ендеше. Қонақтарымызға кезек берейік. Жігіттер, қош келдіңдер. Наурыз құтты болсын. Жігерлендіріп тастаңыздар, штаң атпай. Ал, кеттік. Шоп. Öde. Milen alsana başırken ha. Öyle. Bas. Stop.
тартыс деген осы. Бәрекелді. Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, әуенін тыңдап, айтып үйрену сәті. Әйгілі балалар композиторы Ибрагим Нүсіпбаевтың әні «Домбырасыз сән қайда». Елдің жырын жырлаған, қайғысында толғаған, домбырасыз ешқашан жүрекке ем қонбаған. Домбырасыз сән қайда, домбырасыз ән қайда, әнмен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма? Құрманғазы Тәттімбет, домбырамен сайраған, жүрекке от жақсын деп, елге күйін арнаған. Домбырасыз сән қайда, домбырасыз ән қайда, әнмен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма? Достар, кезекті енді әннің әуеніне берейік. Елдің жырын жырлаған, қайғысында толғаған, домбырасыз ешқашан жүрекке ем қонбаған. Домбырасыз сән қайда, домбырасыз ән қайда, әнмен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма? Құрманғазы Тәттімбет, домбырамен сайраған, жүрекке от жақсын деп, елге күйін арнаған. Домбырасыз сән қайда, домбырасыз ән қайда, әнмен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма? Ән салуды жақсы көретін менің сүйкімді шәкіртім. Әнді басынан аяғына дейін зейін қойып тыңда. Әннің мазмұнына көңіл бөл. Не туралы айтылады? Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.